Бүгін біз мантыды екі түрлі етпен жасайық. Қарын етімен және фарш. Базардан қарынды сатып аламыз. Одан кейін қарынды жақсылап тұрып жуып, суға пісіріп шығамыз. 2 сағатта пісіп шығады біздің қарынымыз. Одан кейін оны мясорубкадан өткізіп аламыз. Сиыр етінді мясорубкадан өткіземіз. Бізге приблизительно 500 грамм етке 500 грамм пиязды қосып саламыз. Одан кейін картошкамызды кубиктап турап аламыз. Біздің үйдегілер қарыннан мантыды өте жақсы көреді. Өйткені қарыннан өте дәмді болып шығады мантыйымыз. Сіздер де бірінші рет жасап тұрсаңыз, көріңіздер, сіздерге дәмі ұнар деп ойлаймын. Фаршқа картошкамызды қосамыз. Мен мұнда капуста қостым говяжий фаршқа. Бірақ сіздерге не обязательно. Егер қаламасаңыз қоспауға да болады. Бізге осылай капустамен ұнайды. Одан кейін тұз бұрышын қосасыз, өзіңізге ұнайтын приправаларды қосасыз. Біздің фаршымызға кішкене салқын суды құямыз, сочный болу үшін біздің фаршымыз. Одан кейін жақсылап тұрып араластырып шығамыз. Қамырға келсек, 1 килограмм ұнға негізі 2 жұмыртқа қосу керек. Менде мұнда 1 жұмыртқа. Тұзын қосамыз, 375 мл, 400 мл қайнап тұрған су, бірақ уже суытылған суды араластырып, қамыр илеп шығамыз. Одан кейін мантыйымызға қамырды жаямыз да 4 бұрыштеп осылай турап аламыз. Менде 4 лист шықты. Осы 2 лист менде фарштан, ал 2 лист қарыннан болып шықты. Міне осылай дәмді болып мантыйымыз пісіп шықты. 45 минутқа су буына пісіріп шығасыздар. Сіздер де қарыннан манты жасап көріңіздер, өте дәмді. Сіздерге менің рецептім өте пайдалы болса, өте қуанар едім. Осы рецептпен сіздер бөлісіңіздер, лайк басыңыздар, тіркелмеген болса тіркеліп қойыңыздар. Рахмет.